Хей, барлықтарыңа сәлем. Бұл сендер мен Хадвин. Еменде бүгін прикол жоқ. Неге десеңдер, мынаның өз прикол. Түсмендер ме приколды? Түсмендер ме? Жарайды онда. Онда өзіміздің видеомызды бастайық. Мен бүгін каналға разбор жасаудың екінші бөлімін түсірем. Бұл видеода болатын автор мынау, және оның видеосы мынау болады. Мен сендерге бұл видеоның жалпы қателіктерін қысқаша түсіндіріп өтемін. Онда сендер өздеріңнің мықты, супер, керемет, красавчик, колбо... Короче, сондай шайларыңды алып дайындап отырыңдар. Ал онда біз өзіміздің топовый интромызға кеттік. Маған бірінші ұнамағаны қалай превью қояды деген, яғни осы видеоның превьюі. Мысалға сен енді өзің превью қойдың, иә, осы превьюда енді маған ұнамағаны, яғни екінші жасалған превью. Біріншіден, және де мына жерде превью деген сөз дұрыс жазылмаған. Яғни превью деген сөз дұрыс жазылмағанның кесірінен бұл жерде адамдар көргісі келмейді. Яғни сен өзің егерде бір нәрсе түсіретін болсаң, ол туралы дұрыс біліп, және де оны қалай жазылатынын біліп, барлығын дұрыстап зерттеуің керек, яғни өзің түсіретін нәрсені. Яғни мен мысалға өзім видеомда мен сіздерге мысалға қателіктер разбор жасап жатқаным, мен оны жайдан жай түсіріп жатқан жоқпын. Мен яғни өзімнің опытыммен бөлісіп жатырмын, яғни осы бірінші қателік болады. Және де айта кететінім, қалай превью қояды деген атауы видеоның, яғни видеоның атауында превью дегенде қатесі бар. Оны адамдар қате болғаннан көргісі келмейді, қызықсыз болады, және де өте некачественный болып шығады видеоң. Және де тағы да әдемілеу керек атауын. Яғни атауын жазған кезде сен үлкен әріптермен жазған дұрыс, және де оған тағы да басқа біраз нәрселер қосып, біраз эффект, яғни біраз тағы да басқа логотиптер қосып, немесе тағы да басқа бір сызықтар қосып деген сияқты нәрселер істеуің, смайликтер қосуға болады. Солай әдемі қылып істеуің керек. Сонда ғана адамдар сенің видеоңа басқысы келеді. Яғни бұл да қате деген сөз. Хей, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге. Маған осындай болғаны ұнамайды. Ал сендерге ше? Крафт болады. Достар, короче, бүгінгі видеода мен қалай превью қояды. Оңай тәсіл. Егер сіздерде точки етіп жазып әуре болмайсыздар, и сіздер жазғаннан кейін мысалға зачок жабылса и менікін қолданыңыздар. Ең бірінші мынау управление видео дейтінді басамыз. Сосын басқаннан кейін инияқтарда бір видео бар тұрады, видеолар міне. Сосын 3 точканы басамыз, 3 точканы. Сосын изменетті басамыз, изменет. Видео жасамай тұрып, сразу өзіңнің не айтатыныңды біліп алған дұрыс деп ойлаймын. Яғни ұзақ ойланып тұрмау керек деп ойлаймын. Сіздермен бірге мен болған Мелзик Майнкрафт Глад қос салыңыздар. Айнаға тұрға лайкты басып отырыңыздар. Достар, егерде бұл видео тез болып қалған ғой, енді бұл тез тәсіл ғой, тез амал. Айнаға тұрға лайк басамыз, қос салыңыздар. Әрине достар, ең соңында барлық ютуберлердің жіберетін қателігі, яғни жаңадан бастаған подпискаға жаман байт жасау және де жаман аяқтау видеоны. Бұл маған ең ұнамайтын нәрсе. Ютуберлердің бастайтын өзімде де болған, бірақ та мен оны дұрыстадым әрине. Енді достар, қалай айта кетсем, бұл жерде яғни сізге не үшін тіркелу керек, не үшін лайк басу керек екені айтылмаған. Бұл әрине, яғни менің білуімше, яғни өзім тәжірибем бойынша ең жаман байт жасау деп аталады. Енді, яғни дұрыс аяқтамады, және де ешқандай қызық экшен жоқ, яғни атмосферасы жоқ. Яғни бұл видео жалпы өзі видеода да атмосферасы жоқ. Бірақ та достар, бұның барлығы тек қана осы ютуберге айтқан менің кеңестерім, және де осыны келесі видеоларында қайталамай, жақсы ары қарай дами беріп, жақсы топовый ютубер бола берсін. Өте керемет, канал енді дамып келе жатыр, өте жақсы, тез дамиды деп ойлаймын. Тез дамуына тілектеспін. Және достар, канал әрине ссылка описаниеда болады, өздеріңіз тіркелсеңіздер болады, ешқандай пиар емес. Және достар, осы каналға әрине респект, барлығына рахмет. Молодец, жақсы канал, енді дамып келе жатыр ғой. Осы қателіктерден келесі жол жібермейді деп ойлаймын. Онда бізде бүгінгі видео аяқталды. Барлықтарыңыз соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де егер де осы видеоны ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар. Осымен видео аяқталды. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.